Оразада адам көңілін қалдырса не болады? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қасиетті Рамазан айы тек аш жүру айы емес, бұл жүректі тазарту, мінезді көркемдеу, сабыр мен мейірімді арттыру айы. Көп адамдар оразаны тек ішіп жеуден тыйылу деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде оразаның ең үлкен мәні тілді, көзді, ойды, жүректі де күнәдан сақтау. Ал енді бір маңызды сұрақ. Оразада біреудің көңілін қалдырса не болады? Тақырыпты ашпас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, жақын адамыңызға бөлісе отырыңыз. Бірінші, оразаның негізгі мақсаты тақуалық. Ораза бізге сабырды, жұмсақтықты және адамдарға жақсы қарым-қатынасты үйретеді. Сондықтан дінімізде былай ескертіледі: егер адам ораза ұстап жүріп өтірік айтса, өсек айтса, біреуді ренжітсе, ол тек аш жүрген болып қалады. Яғни мұндай жағдайда оразаның сауабы қатты азаяды. Екінші, көңіл қалдыру үлкен күнәлардың бірі. Адам жүрегін жаралау өте ауыр іс. Өйткені адам көңілі Алла алдындағы ең қымбат аманаттардың бірі. Кейде біз ашумен сөйлеп қоямыз, дөрекі сөз айтып жібереміз, жақындарымызды ренжітіп аламыз. Бірақ Рамазан дәл осындай қателіктерден сақтанатын ай. Үшінші, адам көңілін қалдыру қағбаны қиратумен тең. Адам көңілін қалдыру қағбаны қиратумен тең бе? Ғалымдар өте терең мағынасы бар сөз айтқан. Мүміннің жүрегін жаралау қағбаны қиратудан да ауыр. Себебі қағба исламдағы ең қасиетті орын. Оны көргенде мұсылманның жүрегі дірілдейді. Бірақ ғұламалар былай түсіндіреді: қағба тас пен құрылыс, ал адамның жүрегі Алланы таныған, иман орналасқан орын. Сондықтан бір мұсылманның жүрегін жаралау жай ғана сөз емес, өте үлкен жауапкершілік. Осыны ойласақ, біз біреуді ренжітер алдында мың рет ойланар едік. Төртінші, ораза бұзыла ма? Көпшілік сұрайды: адам көңілін қалдырса, ораза бұзыла ма? Жауабы: жоқ, ораза бұзылмайды. Бірақ сауабы қатты кемейді, кейде толық жойылып кетуі мүмкін. Яғни адам тек аш жүрген болып қалуы мүмкін. Бесінші, неге бұл өте қауіпті? Рамазан сауап еселенетін ерекше уақыт. Ал егер адам біреуді ренжітіп, ұрыс шығарып, ашумен сөйлеп жүрсе, онда ол осы үлкен мүмкіндікті өз қолымен жоғалтады. Яғни ол аш жүреді, шөлдейді, бірақ сауап алмайды. Алтыншы, ораза ұстаған адам қандай болуы керек? Нағыз ораза ұстаған адам сабырлы болады, жұмсақ сөйлейді, кешірімді болады, ашуға берілмейді. Тіпті біреу оған жаман сөз айтса да, мен оразамын деп жауап береді. Бұл ең көркем мінез. Жетінші, егер ренжітіп қойсақ, не істеу керек? Бәрімізде адамбыз, кейде байқамай көңіл қалдырып қоямыз. Ондай жағдайда бірден кешірім сұрау, Алладан тәубе ету, жақсылық жасап көңілін көтеру. Бұл оразаның сауабын сақтап қалудың жолы. Сегізінші, Рамазан жүрек тәрбиесі. Ең маңыздысы, Рамазан асқазанның емес, жүректің тәрбиесі. Егер Рамазаннан кейін мінезіміз жұмсарса, адамдарға мейірімді болсақ, ешкімді ренжітпейтін болсақ, міне, сол кезде оразамыз қабыл болғанының белгісі. Қорытынды, құрметті көрермен, оразада адамның көңілін қалдыру оразаны бұзбаса да, оның сауабын жойып жіберетін өте қауіпті іс. Тіпті ғалымдар оны қағбаны қиратудан да ауыр күнәға теңеген. Сондықтан бұл қасиетті айда жүрегімізді жұмсартып, тілімізді сақтап, адамдарға тек мейірім сыйлайық. Егер осындай пайдалы тақырып ұнаса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.
алла баршамыздың оразамызды қабыл етсін.